Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтілетін сабақтың тақырыбы қалаулар шегі. Сабақтың құндылығы дұрыс әрекет. Қасиеттері жақсыдан жаманды ажырата білу, қарапайымдылық, сөздің және істің бірлігі. Сабақтың дәйек сөзі байлық, қанағат пен еңбекте. Ыбырай Алтынсарин. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Шын аты Ибрахим, қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы. Дәйек сөзге тоқталып өтсек, қанағат дегеніміз әдептіліктің басты белгісі. Қанағат ету жетіспеушілікке, таршылыққа төзіп шыдау емес, ақылға сүйеніп, сабыр мен өзін-өзі тежеу. Қанағатшылық адамның барға риза болуын, місе тұтуын, нәпсіге ермеуін білдіретін ұғым. Осы тақырыпқа байланысты мұғалімнің сыйы ретінде қанағат рахым ойлап қой видеоролигін көріңіздер. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? From the trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! 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 Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Оқушылар, осы видеороликтен алған әсерлеріңізді, түйген ойларыңызды записке жазып маған жолдасаңыздар болады. Сіздерге шығармашылық тапсырма. Қандай қасиеттер бізді әрдайым дұрыс шешім қабылдауға жетелейді? Қасиеттерді дәптерге жазу. Екінші тапсырма мақал мәтелдерді толықтыру. Тапсырмаларды орындап, суретке түсіріп маған жолдаңыздар. Сіздерге үйге тапсырма. Менің қалауларымның шегі тақырыбында эссе жазу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тапсырмаларды орындап, суретке түсіріп маған жолдаңыздар.